Мен Нұрғали Нұрай 1999 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келгем. Түркістан медициналық колледжін бітірдім. Қазіргі таңда Нұрсұлтан қаласы ұлттық ғылыми онкология орталығында сәулелі диагностика бөлімінде жұмыс жасап жатырмын. Маған өзім жұмысым өте қатты ұнайды. Нурай Ноғайбайқызы работает с 2019 года у нас в Центре лучевой диагностики. Сразу же после окончания устроилась к нам на работу. И с тех пор показывает только положительные результаты, хорошие качества, такие как слаженность, оперативность, умение работать в коллективе. Также не только коллектив благодарен ей, все пациенты, которые прошли все методы лучевой диагностики, благодарны за понимание, доброту. Нұрай өте ақылды, жақсы қыз. Біздің отделениеға алғаш келген күннен бастап-ақ өзін көрсете алды. Жұмысқа деген өзінің алғырлығын, жауапкершілігін, ұқыптылығын сразу бір көргеннен байқадық. Қазір отделениедағы ең жас маман болса да, бізбен қатар жұмыстың бәрін жақсы алып, бірге істеп жүр. Ұжымда, коллектив арасында өте белсенді, қарым-қатынасы өте сотрудниктармен жақсы. Жас маман ретінде әрдайым әріптестерім қолдауын көрсетеді. Мен сәуле диагностика орталығында жұмыс істеп жатқан мақтан тұтамын және әріптестерімді үлгі етемін. Нашу Нурай я хотел бы охарактеризовать словами великой медсестры Флоренс Найтингейл, которая говорила, что медсестрами не становятся, медсестрами рождаются. Медсестра в крови. Поэтому я могу уверенностью сказать, что наша Нурай медицина в крови. Она с первых дней показала только положительные качества, доброту и ласку. Наша Нурай всегда относится к пациентам с уважением, с добротой. Тем самым все наши пациенты благодарны ей. Пациенттерден постоянно жақсы отзывтар қабылдайды. Өз жұмысының маманы өте ақылды, ұқыпты, жұмысына деген тәртіпті, жауапкершілігі мол қызметкер. Нұрайға осы сайыста сәттілік тілейміз. Жеңіп шығуына тілектеспіз. Нұрайдың бірінші орын алатынына, жеңіп шығатынына біз сенеміз. Ну и напоследок я бы хотел нашей Нурай пожелать удачи в этом состязании. Не только удачи, но и победы. Весь коллектив верит в том, что Нурай победит в этом состязании.